Assalomu alaykum do'stlar. Qalaysizlar, amon esensizlarmi? Do'stlar, aytdikdek biz sizlarga futbol axborotlarini yetkazamiz. Al sizlar bo'lsa bizning arnamizga tirkilib arine, like bosib, kommentariya qoldiruvdi. Unutmangizlar. Do'stlar, endi tirkilishlar yaxshi, biroq like soni мүлдем az bo'lib жатыр. Мүлдем bosilmay жатыр desem de bo'lатын шығар. Қазір 25-ін барлықтарыңыз bir like'dan basып, осы videoga bir 500 like жинап тастайықшы достар. Давай, бәріміз басайық, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Егер қолдауыңыз жақсы болатын болса, біздің арнамызда сіздерден де басқа да көп оқырмандарымыз көретін болады. Жаңадан достар қосылады. Сол үшін бізді арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Қанекей достар, 2 секунд уақыт етпейді. Әшейін басасыздар, болды. Кеше өткен ойын күнінен кейін бірнеше футболшы өз есімдерін футбол тарихына жазды. Олар маусым аясында маңызды рекордтар орнатты. Солардың бірі Мұхаммед Салах. Египеттік ойыншы премьер лигада бір маусым ішінде жасаған нәтижелі әрекеттер саны бойынша тарихи көрсеткішке жақындап рекордты қайталады. Сәтте ол бұл рекордтың жалғыз иесі болады деп көрінген еді, алайда маусымның соңғы кезеңі Салах үшін әлсіз өтті. Шабуылшы қызылдар сапында шабытын жоғалтып, нәтижесінде аты ағылшын футболының тарихына алтын әріптермен жазылмай қалатын болды. Алтын бутсы жарысында да жеңіліп қалды. Дютерештен 2-ші орында, Дютереш 3-ші орында, ал Килиан Мбаппе 1-ші орында. Француз шабуылшысы жексенбіде алаңға шықпаған еді, бірақ дәл кеше оның Еуропаның үздік сүрмелеріне атанған ресми түрде расталды. Бұл Мбаппенің мансабындағы алғашқы осындай жеке марапаты. Қызығы ПСЖ құрамында жылдар бойы үстемдік құрып Францияның үздік ойыншысы атанса да Мбаппе алтын бутсыны жеңіп ала алмаған. Ол Еуропаның топ 5 лигаларының ішіндегі ең әлсізінде өнер көрсетті. Тек испаниялық Ла Лигаға Мадридтік Реалға келе салып, Пичичи жүлдесін жеңіп алды. Міне азамат, міне тұлға, міне осыны красавчик десең де болар енді. Бір өкінішке орай енді Левандовски жете алмай қалды. Левандовски бар күшін салды, бірақ енді Левандовски осы мүмкіндік бұйырмай тұр екен. Бірақ енді Килиан Мбаппеге респект айтамыз. Килиан Мбаппе үздік ойыншы осы маусымдағы Ла Лигадағы. Бірақ енді трофейлер жоқ, бірақ бір минус сол болып тұр. Ал Ламин Ямал маусымның үздік ассистенті атанды. Ол маусымда 13 голдық паспен аяқтады. Оның жасы әлі 17-де екенін ескерсек, бұл таңғаларлық нәтиже. Егер командаластары сәл ғана нәтижелі бола түссе, ол бұл көрсеткішті 20-дан да асырып жіберетін болды. Ана Левандовскилар деген 3 метр жерден қателесіп, Ламин Ямалдың пастарын аспанға ұшырды. Ламин Ямал алтын допқа қазір басты үміткер. Енді оны тартып алатын Усман Дембеле және Доннаруммалар. Енді бұларда мүмкіндік бар. Пари Сен-Жермен чемпиондар лигасын жеңіп алатын болса, Усман Дембеле алтын допты алып қалуы әбден мүмкін. Енді Ламин Ямалға мүмкіндік бар енді. Егер де чемпиондар лигасын Пари Сен-Жермен жеңе алмай қалатын болса, алтын доптың бәрі Ламин Ямалда болады деген ойдамыз. Енді бізді қолдауды ұмытпаңыздар, лайкты аямаңыздар. Ал біз болса керектігідей жаңалықтарымызды жалғастырайық. Алехандро Гарначо Еуропа лигасының финалында негізі құрамда алаңға шықпағанына наразы болды. Мен финалға дейінгі барлық кезеңде ойнадым, командаға көмектестім, ал бұл матчта тек 20 минут қана алаңға шықтым. Неге екенін білмеймін. Болашаққа келсек, маусым клубтағы жағдай қалай болатынына байланысты. Мен клубтан қалам ба, қалмайым ба, енді оны маусымның соңына дейін білетін боламыз, деді Гарначо. Гарначоның орнына алаңға Мейсон Маунт шыққан болатын, алайда ол финалды сәтсіз өткізіп, шабуыл шебіндегі өзгерістерге нашар нәтиже берді. Нәтижеден кейін аргентиналық футболшы Англия премьер лигасының соңғы кездесуіне шақыртылмады. Бұл шешім бас бапкердің оған деген нақты көзқарасын көрсетті. Матчтан соң футболшының клубтан кететіні туралы ақпараттар тарай бастады. Бұл бапкердің қалауы, бұл клуб басшылығының қалауы, бұл ойыншының да қалауы болуы әбден мүмкін. Ағыда ақпараттар шығып жатыр енді. Гарначо көкен не істеді? Defensa Central порталының мәліметінше, Манчестер Юнайтедтің жас жұлдызы Гарначо өзін Реал Мадридте ұсынған екен. Ал Хаби Алонсоға сол қапталда өнер көрсететін вингер ешқандай қажеті жоқ. Ода енді мәселе жоқ. Мбаппеде, Родригода, Винисиустарда ойнай алады. Гарначо енді өзін басқа клубқа ұсынуы әбден қазіргі уақытта.
Real tarafından resmi türde bas tartılgandan keyin agent Argentinalik Winger'дің қызметін басқа клубтарға ұсынатын болды. Қысқаша тізімде Европаның бірнеше гранд клубтары бар. Атлетико Мадридта бар. Атлетико Мадридкада баруы әбден мүмкін. Лондондық Арсенал, лондондық емес тағы бір клуб бар. Топ клуб Ливерпульда. Тағы да енді Бавария клубы да бар. Енді Челси клубына баратын ақпараттар да қазіргі уақытта бар. Брайтонға немесе Наполиға баратын ақпараттар да таралып жатыр. Негізінен Наполи осы қыстан бері Гарначоға қызығушылық танытып отқан. Рубен Аморим енді баланың мансабын байламай жібере салғаны дұрыс сияқты. Бруно Фернандеш те кетуі мүмкін. Оған Сауд Арабиясынан қызығушылық бар. Расмус Хейлундқа Италияның бір клубы көз тігіп отыр. Джошуа Зиркзе де А сериясына ауысуы мүмкін. Каземиро болса Бразилия чемпионатына қайта оралды. Ал Андре Онананы Интерге қайтадан жібергісі келеді. Манчестер Юнайтед ұжымы. Юнайтед ойыншыларын сатып жіберіп қайтадан команданы жасақтағысы келіп жатыр. Хави Эрнандес қайта оралуға дайын. Барселонадан даулы түрде кеткеннен кейін және бір жылдық үзілістен соң әйгілі маман қайтадан бапкерлік жолға түспек. Соңғы айларда оның ресімі АПЛ клубтарымен белсенді түрде байланыстырылып келген. Ең жиі аталатын ұжымдар Тоттенхэм мен Ньюкасл клубы болған. Алайда жағдай мүлдем басқа бағытта өрбуі мүмкін. Хавиге таяу шығыстан да аса байсалды ұсыныстар да бар. Бұл жай ғана қызығушылық емес, бұл ресми ұсыныс. Жақында ғана Азия чемпиондар лигасын жеңіп алған Сауд Арабиясының Ал-Ахли Хиджа клубы Хавиге нақты келісім ұсынып отыр. Команданың сапында Риад Марез, Айван Тони және Роберто Фирмино сынды жұлдыздар ойнайды. Алайда континенттік жетістікке қарамастан клуб ішкі чемпионаттағы нәтижелерге көңілі толмай отыр. Қазір команда небәрі 5-ші орында. Бұл нәтиже құрамының әлеуеті мен клуб амбициясына сай келмейді. Осы себепті басшылық бапкерлік штабты күшейтуді қарастыруда және басты үміткер ретінде Хави Эрнандес аталып отыр. Айта кетейік, испан маманы бұған дейін Араб әмірлігінде жұмыс істеген. Ол Катардың Әл-Сад клубын бірнеше трофей жеңіп алған. Енді сол аймаққа бірақ мүлдем жаңа деңгейде қайта оралуы әбден мүмкін. Футмеркато мәліметінше испандық маманға ресми ұсыныс жасалған, алайда келісім жүзеге аспай қалуы да ықтимал. Хави көкем айтқан, мен қалаған ақшаны бересіңдер, сонда ғана барамын деп. Енді оны естіген Сауд Арабиясының клубтары ойланып қалған. Бәлә, не деген ақша мынау деп. Енді Хави Эрнандес біліп отқан шығар, Сауд Арабиясында ақша бар, сол себепті мен қалаған ақшаны қойып бере алады деп Хави Эрнандес ұялмай сұрап жатқан секілді. Егер тараптар келісімге келсе, Хави қайтадан бас бапкер ретінде жұмысқа кіріседі. Бірақ бұл жолын одан тек бір нәрсе күтіледі және тек қана жеңістер. Дегенмен футбол жанкүйерлері Хавиді еуропалық аренада күткісі келеді және еуропалық аренада жұмыс істегенін қалайды. Саудия лигасына баратын болса, Хави Эрнандес жоғалып кетуі әбден мүмкін. Алдыңғы айдарға оралатын боламыз, бір ойыншын жасырамыз. Ал сіздер болса комментарияда алғашқыларының бірі болып жазасыздар. Біз болса келесі видеода көрсететін боламыз. Міне назарларыңыздағы футболшы, енді бұл оңай деңгей деп айта аламын. Лондонның Арсеналда нағыз соғыс басталғалы жатқан сияқты. Команданың бас бапкері мен жаңа спорт директоры шабуылшыны таңдау мәселесінде келісе алмай қалғаны туралы ақпарат тарады. Андре Берта өз ұстанымына берік. Ол командаға Португалия лигасынан үздік сүрмергені Виктор Дюкерешті командаға қосқысы келеді. Арсенал клубының бас бапкері Микель Артета керісінше словениялық шабуылшы Бенджамин Шешконы трансферлеуді жақтап отыр. Бұл футболшыны тек өткен маусым аралықтан бері ақ Лондондық клубпен байланыстырып жүрген болатын. Баспасөздің хабарлауынша, сол кезде екі тарап шынымен де ақ келісімге келген болатын. Бірақ футболшы Бундеслигада тағы бір ойнауды қалаған екен. Арсенал клубы болса келесі маусымда сені аламыз деп кеткен. Енді осы маусым келді. Микель Артета болса Шешконы маған алып беріңдер деп жатыр. Енді Артета қалаған ойыншыны алып берген дұрыс сияқты. Арсенал спорт директоры болса Виктор Дюкерешті командаға қосамыз дейді. Команданың бас бапкері болса әрине осы Бенджамин Шешконы өзіміздің командаға қосамыз деп жатыр. Жалпы Дюкерешті қосып алу үшін 70 миллион евро қажет болады. Енді Арсенал клубы бере салады. Ал мына Бенджамин Шешко дегеннің құны біраз кетіп қалыпты. 100 миллион евро тұрады. Негізінде осы Дюкерешті алғанында жақсы сияқты. Португалия лигасында өзін жақсы көрсетіп жүр. Ал мына Йошкаға
Şeşko'ga senimdilik жоқ сияқты жалпы. Қалай ойлайсыздар? Негізінде менің ойымша, осы Виктор Гюкереш те дұрыс сияқты. Komandada kim жұмыс істейді? Ойыншылармен әрине команданың бас бапкері Микель Артета жұмыс істейді. Енді Артетаға Гюкереш ұнамайтын болса, не істейміз енді? Гюкерешті негізі құрамға шығармауы да мүмкін, енді ашалмауы да мүмкін. Өзі қаламаған ойыншыны алып бермеген дұрыс сияқты. Жалпы менің ойымша, Микель Артета қай ойыншыны таңдайды, сол ойыншыны алып бергенде дұрыс сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Негізінде Артетаның ойына мен түсіне жоқпын. Негізінде Виктор Гюкерешке көп клубта жете алмай жатыр. Ал Арсеналдың басшылығы болса, алып береміз десе, жоқ, ол ойыншы емес, маған басқа ойыншы алып беріңдер деп жатыр. Енді мысалға тағы бір ойыншыға қызығып отыр. Бұл Александр Исак. Александр Исактың құны 150 миллион евро. Енді Арсеналдың арты шыдамайтын шығар ондай ақшаны беруге. Болса да енді Хаверс сияқты болмаса болғаны, қай ойыншыны алса да Хаверсті біраз қиналғаны бар, естеріңізде шығар. Міне Англия командалары арасындағы Чемпиондар Лигасы аймағы үшін болған қызықты тартыстарда аяқталды. Қорытынды бұл тур басталар алдында 3 жолдамаға 1-5 команда үміткер болды. Олардың арасындағы ұпай айырмасы тым аз болатын. Тіпті кейбір клубтарды орындары тек гол айырмашылығына қарай анықталып тұрды. Кестелген ұпай жоғалту, кестелген гол, кестелген ұқыпсыз шешім командалар үшін қымбатқа түсуі мүмкін еді. Алайда оқиғалар мен турнирлік жағдай тұрғысынан бұл тур салыстырмалы түрде тыныш өтті. Қай командалар шығуы керек болса, солар шықты. Қалғандары мүлдем сыртта қалды. Манчестер Юнайтед пен Астон Вилла арасындағы кездесу де болды. Бұл турда ерекше жайттарды орын алған санаулы ойындардың бірі болды. Астон Вилла енді Чемпиондар Лигасында келесі маусымда өнер көрсете алмайды. Ең алдымен айта кету керек, Астон Вилла Чемпиондар Лигасына шығуға бір қадам қалған команда ретінде өз деңгейінде ойнаған жоқ. Бирмингемдік арасында қызыл сойқандарды бар күшімен қысып, жаншып, 3 ұпайды жұлып алуы тиіс еді. Алайда олардың бірінші таймдағы ойыны соншалықты әлсіз болды. Ондай сәтсіздікті еске түсірудің өзі қиын. Статистикаға қарайтын болсақ, 34% ғана допты ұстаған, ал XG-ге қарайтын болса 0,6%. Не деген нашар нәтиже мынау. АПЛ-дың үздіктеріне қарсы ойнаса мейлі, енді аутсайдер. Қазіргі уақыттағы Манчестер Юнайтед аутсайдер. Аутсайдерлердің өзін жеңе алмай жатыр. Тайм соңында Бирмингем командасы мүлдем қиын жағдайға түсті. Эмилиано Мартинес өз карьерасындағы соңғы матчын есте қаларлықтай аяқтауды шешкендей әсер қалдырды. Ол допты ұстап алма болып қақпадан тым ерте жүгіріп шықты. Расмус Хейланд допты алға ысырып жеткен кезде Расмус Хейландты құлатты және бірден қызыл қағаз алып кетті. Енді бұл Астон Вилла үшін өте қиын жағдай болды. Ойын қалай болса да, не болса да кешегі ойында Астон Виллада 3 ұпай алуға мүмкіндік болған. Енді өздері соны пайдалана алмады. Нәтижесінде енді келесі маусымда Еуропа лигасында өнер көрсететін болады. Екінші тайм ортасында Эмюдің қосалқы қақпашысы Алтай Байенді допты сенімді түрде ұстай алмады. Бұл сәтте пайдаланған Астон Вилла шабуылшысы допты қағып алып бос қақпаға гол соқты. Алайда төреші бұл голды есепке алмады, себебі ол эпизодқа ереже бұзылды деп шешті. Бірақ ереженің нақты мәтіні бойынша бұзушылық болмаған. Байенді допты жай ғана ұстай алмағай қалған еді. Ал келесі шабуылдан Манчестер Юнайтед есепті ашты. Осылайша төрешінің қателігі шешуші матчтарда қиын жағдайға келтірді Астон Вилла үшін. Фабрицио Романоның хабарлауынша, Астон Вилла бұл шешімге байланысты шағым түсірді. Әрине матч қайта ойнатылмайды, бірақ клуб төрешіге қатысты шара қолдануды талап етпек. Ағылшын премьер лигасының қорытынды кестесі міне экрандарыңызда. Бірінші орын Ливерпуль, екінші орын Арсенал, одан кейін Манчестер Сити, Челси және Ньюкасл Юнайтед. Айтқандарымыз барлығы Чемпиондар Лигасына жолдама алды. Сондай-ақ Еуропа Лигасын жеңіп алған үшін Тоттенхэмде автоматты түрде Чемпиондар Лигасына қатысады. Астон Вилла Еуропа Лигасында өнер көрсетеді, ал Ноттингем Форест Англия атынан Конференция Лигасына қатысатын болады. Бүгінге осы достар, арнамызға тіркелейік, лайк басайық және қолдауды ұмытпайық.
Dostlar, aslında bir kanal belgilep ketemiz, soğan tirkelewde unutpаңыздар. Ol kanalda Thomas Müller'din ömür bayanı turalı video çıkargan edik. Endi ol kanalda gündelikti emes, endi aptasına bir ret futbolçunun ömürü jana kızıklı statistikalar çıgaratın bolamız. Sol sebepte ol ardamızda koldawdy unutpаңыздар. Bugünje osu sağ salamat bolуңуздар.